Dini bilim men dunyoviy bilim. Diniy bilim dunyolik boshqa tarix, matematika, astronomiya, injineriya, ximiya және tағы басқа секілді ilmning qachonda ерекшеленіп turadi. Бұл әр bilimning шығу тегіне байланысты болып келеді. Мәселен, егер біз тарих білімін адамдарға үйретер болсақ, онда тарихта орын алған жайттарды еске түсіріп, олардан ғибрат алуды мақсат тұтамыз. Осылайша біз тарихта болған зиянды жағдайлардың алдын алып, болашақта шалыс баспас үшін немесе белгілі бір қадамға қалыптасқан мәдениет пен салт-дәстүрді сақтап қалу үшін тарихи деректерге сүйенеді екенбіз. Бұл тарих біліміне қатысты жағдай. Сол сияқты математика білімі адамды есепке үйрететін болса, инженерия білімі құрылыс саласын дамытуды көздейді. Ал діни білім болса, кез келген адамға жақсы гумандық қасиеттер мен тәлім-тәрбиеге үйретуді көздейді. Бұл білім педагогика саласы секілді тек теориялық бағытты емес, сонымен қатар үйренген білген нәрсені іспен көрсетуді талап етеді. Әрбір дін білімді тек үйреніп қана қоймай, оны бойға сіңіріп, өмірлік бағыт ретінде ұстануға шақырады. Сондықтан осындай діни білім аясында тәрбие бірінші сатыға шығады. Себебі онда адамның болмысын жақсылыққа үйрететін, өзгеге, ата-анаға құрмет, нәпсімен күрес, жоққа сабыр, барға шүкір секілді ішкі құбылысты тәрбиелеу қасиеттеріне толы. Ислам діні болса, ол адамнан бірінші тәрбиені, сосын барып білім алуды талап етеді. Бұған ертеде Әл-Фараби бабамыз адамға білімнен бұрын тәрбие керек деген сөзін келтіруге болады. Белгілі ғалым Ахмед ибн Хамбал жас кезінде анасы оны білім алуға жібергенде, ғалымның алдына барғанда алдымен одан әдептілікті үйрен, содан кейін білім аласың деген өсиеті бекер емес. Сондықтан дін ұстанған адам алдымен өз бойын жаман қылықтардан тазартып, жеке тұлғаны тәрбиелеуге әрекет жасайды. Бұл кез келген діндегі білімнің басты талабы.